Қазақ орта мектебінің 6-шы А сынып оқушысы Зинатолла Зарина. Ахмет Байтұрсынұлы, егіннің бастары. Бір адам жас басын жынын алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы екінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлы тұр басын салып, жіберген мырза Құдай нұрға қанып, «Ай әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып». Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шікірейіп өзі көпке, өзіне өзгелерді теңгелдірмей соншама бұл бидайдың дәні көппе. Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп таңданбауған, өзгесі төмен қарап бүгілгенде, ойлама кем екен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, соқтанба құр сорайған қарасына, Құдайым өзгесіне дән бергенде бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар толық басын иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, көкірейіп көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкаппар, оны халық жаман дейді. Қалпы емес тәкаппарлық данышпанның тұтынба бұл мінезді балам дейді.